Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге өзімнің авторлық бағдарламамды таныстырмақшымын. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын дамыту, айтылым дағдысы 3-ші сыныптарға арналған бағдарлама жасап отырмыз. Қазіргі таңда білесіздер, қазақ тілінде сөйлеу, айтылым дағдысы балалар үшін өте қиын, ауыр проблемалардың бірі. Сондықтан осы тақырыпты дамытуға арналған авторлық бағдарлама жазып отырмыз. Бұл авторлық бағдарламамыздың ең басты мақсаты оқушы бойындағы тілдесім әрекетін дамыту. Бастауыш сыныптарда оқытылатын қазақ тілі пәнінің басты негізі. Оқушының өзі білім алатын тілде, өзі тұратын мемлекеттік тілінде ауызша сөйлеуді жіті меңгерту әлеуметтік белсенді тұлғаның қалыптасуына тікелей әсер етеді. Ауызша және жазбаша тілді меңгеру балаларға сенімді қарым-қатынас жасауға және өз ойларын сауатты білдіруге көмектеседі. Бұл өз кезегінде көкжиектің кеңеюіне, мәдени құндылықтарды түсінуге және интеллектуалды қабілеттердің дамуына ықпал етеді. Менің бұл бағдарламамда 3-ші сынып оқушыларының сөйлеу дағдыларын дамытуға және жетілдіруге бағытталған жұмыстар жүргізіледі. Оқу процесінде балаларға сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін тыңдау, сөйлеу, оқу және жазуды дәйекті түрде игеруге көмектесетін ойын және коммуникативті әдістер қолданылады. Ойын әдісі арқылы балаларға айтылым дағдысын үйрету бағдарламамыздың басты негізі болып табылады. Қазақ тілінде 3-ші сынып оқушыларының ауызша сөйлеуін қалыптастыру және дамыту ойын және коммуникативтік әдістерді қолдану арқылы жүзеге асады. Бұл әдістер ойды еркін және сауатты білдіруге, сөздік қорын кеңейтуге, ауызша қарым-қатынас процесінде сенімділікті арттыруға ықпал етеді. Бағдарламамыздың міндеттеріне тоқталып өтетін болсақ, құрметті әріптестер, қазақ тілінде ойды сауатты және қисынды білдіру қабілетін қалыптастыра отырып, коммуникативтік дағдыларды дамыту. Қарым-қатынас процесінде жаңа сөздер мен сөз тіркестерін белсенді қолдануға ынталандыру арқылы оқушылардың лексикасын байыту, дұрыс екпін, мәнерлі интонацияға қол жеткізе отырып, айтылымды жетілдіру, тыңдау дағдыларын жетілдіру, қазақ тілінің түсінігін тереңдету, әртүрлі жанрларын қолдана отырып, өз ойларыңызды шығармашылық түрде жеткізу дағдысын қалыптастыру, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеу балаларға әртүрлі қарым-қатынас жағдайларында сыпайы және орынды мінез-құлық ережелерін үйретуді қамтиды. Бағдарламамыздың өзектілігі осы оқу жылындағы ең бірінші 2024-2025 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқаулық хатқа сәйкес бастауыш мектептегі тіл пәндерінің мазмұнын балаларда негізгі сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу дағдыларын дамыту арқылы коммуникативті дағдыларды жетілдіруге баса назар аударылады. Оқыту материалдары жасырын игеру принципіне негізделген. Бұл балаларға күрделі грамматикалық ережелерді жаттамай-ақ тілді табиғи түрде меңгеруге мүмкіндік береді. Осыған байланысты бағдарлама ерекше маңызға ие болып отыр. Өйткені ол 3-ші сынып оқушыларының бойына ауызша сөйлеу дағдысында жетілдіруге сағат 1-де келеді ғой, сағат 1-де сенің сыныбың, сабағың. Курс соңында оқушылар қазақ тілінде сенімді сөйлесе. Айтасың, ол үшін жолдармен ақылдасушы едім. Так, әріптестер, аудионы өшіріңіздер. Соңында көтерейік, біз екеуміз ақылдасып. Так, курс соңында оқушылар қазақ тілінде сенімді сөйлесе алады. Олар есту арқылы сөйлеуді түсіну, өз ойларын логикалық және дәйекті түрде жеткізу, диалогтар мен пікірталастарға белсенді қатысу дағдысын меңгереді. Сонымен қатар оқушылар сөздік қорын едәуір кеңейтіп, айтылуын жақсартады. Не деп отырсың ба? Зумда отырсың ба? Олар тілді одан әрі үйренуге қосымша қызығушылық пен мотивация алады деп күтілуде. Сонымен қатар балалар қарым-қатынас контекстіне ескере отырып, өз эмоциялары мен ойларын білдіруді, сондай-ақ дәлелді сөйлеуді,
топта жұмыс істеуді, әңгімені жалғастыруды, сөйлеу этикаларын, норманы сақтауды үйрене алады. Ұзақ мерзім перспективада бағдарлама балаларға қазақ тіліне деген оң көзқарасын дамытуға, олардың ұлттық бірегейлігін нығайтуға және бастауыш мектеп жанында коммуникативтік мәдениеттің жалпы деңгейін арттыруға көмектесетін бағдарлама жасап отырмыз. Біздің бағдарламамыздың курсының соңында оқушылар қазақ тілінде сенімді сөйлесе алады. Мысалға, табиғаттың құпиясы деген 10 сағаттан тұратын бөлімді алатын болсақ, бұл жерде оқушылар тірі жанды және жансыз табиғат туралы ұсыныстар толықтыру қажет болатын сөздерді кіріктіріп, қызықты тілдік ойындарды ынта жігермен, қуанышпен ойын арқылы ойнайды. Сонымен қатар олар суреттерді топтастырады, олардың жанды жануарлар екенін бөліп кесте жасайды. Сабақ соңында балалар табиғаттың сүйікті бұрышы тақырыбында шағын мәтін жазады. Сыныпта орындалатын жұмыстар және басқа топтық, жұптық болып жүргізіледі. Бұл оқушыларға өзара қарым-қатынастағыларын дамытуға және топта бірлесе жұмыс істеуге ықпал етеді. Қорытындылай келе бағдарламам жайында айтатын болсам, қазақ тілін оқыту процесінде негізгі міндеттерін біліп, білім беру ғана емес, сонымен қатар оқушылардың әртүрлі жағдайларда тілді сенімді және дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Балалардың сөзді сезінуді, оның нәзік реңктерін түсінуді және сөйлеуде қолдануды үйренуі өте маңызды. Ол үшін оқыту тек сөздік қорын арттыруға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі контексте бұрыннан үйренген сөздерді белсенді қолдануға бағытталу керек. Біздің бұл бағдарламамызды қолдану сабақтарыңызды қызықты, белсенді және тиімді етеді. Бұл өз кезегінде оқушылардың қазақ тілін үйренуге деген ынтасын арттырады деген сеніммен осы бағдарламамызды сіздерге ұсынамыз. Қысқаша менің бағдарламам жайлы айтатыным осы. Егер сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызды өтінемін. Сұрақтарыңыз болса. Бағдарлама 3-ші сыныптардың айтылым дағдысын дамытуға бағытталған. Қазіргі таңда қоғамдағы ең маңызды әлеуетті мәселелердің бірі балалардың қазақ тілінде жазу бір бөлек, сөйлеу бір бөлек. Сондықтан көп бала жаза алғанымен сөйлей алмайды. Дұрыс, сауатты сөйлей алмайды қазақ тілін біліп тұрған балалардың өзі. Сондықтан бұл бағдарлама өте өзекті деп ойлаймын. Егер мектептеріңізге керек болып жатса, маған хабарласуларыңызды өтінемін. Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі конференциямды аяқтаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.